Жасампаздыққа жетелеген 7 жыл. Осындай атаумен бүгін Егемен Қазақстан газетінде Олжас Бектеновтің мақаласы жарық көрді. Онда Қасым-Жомарт Тоқаев тұтас ұлт тағдырын мойнына алған 7 жылда Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық және саяси даму моделінде жүйелі өзгерістер болған айтылған. Ол кезең жаһандық пандемия, әлемдік экономиканың баяулауы, инфляция, логистикалық сын тегеуріндер, геосаяси тұрақсыздық сынды күрделі ахуалмен тұспа-тұс келді. Үкімет басшысы мемлекеттің ұзақ мерзімді орнықтылығын нығайтуды мақсат еткен ауқымды реформалар жүзеге асырылғанын атап өтті. Негізгі басымдық халықтың әл-ауқатын жақсартуға, экономикалық және саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған жазылған.